Бүгін халық ақыны Фариза Оңғарсынованың туған күні. Поэзия падишасы көзіктері болғанда 75 жасқа келер еді. Ақын осы жылдың 23 қаңтарында ауыр науқастан көз жұмған болатын. Фариза Оңғарсынова қазақ халқына тек ақындығымен емес, жазушылық қырымен саясатқа араласқан алғашқы әйелдер атынан балалар құқығы жайлы заң қабылдатқанымен елесінде. Бүгінде ақынның өнердегі саясаттағы әріптестері оның қайсар мінезі мен өршіл өлеңдерін ұрпаққа үлгі ету керек деп еске алды. Фариза Оңғарсынова Атырау жеріндегі Манаш ауылының тумасы. Ол еңбек жолын Лениншіл жас басылымның батыстағы тілшісі болып бастаған. Балалық шағы екінші дүниежүзілік соғыспен тұспа-тұс келген Фариза өзінің ақын болуына жас кезінде көрген қиындықтарын себеп көретін. Осы заманда туғаныма, қазақ деген халықтың перзенті болып өмірге келгеніме ешқашан өкінген емеспін. Қандай деңгейде болса да, қандай жетім жесір болып өссек те, қандай жоқшылықта өссек те, мен осы өзімнің халқымды жақсы көремін. Халық әртісі Мақпал Жүнісова орындайтын Фаризажан Фаризағыз әні тыңдарман қауымның жүрегіне орныққан ерекше туынды. Осы ретте әнші ақын қыздың ер мінезін әлі күнге таңғала есіне алады. Ол кісі қанша қиналса да, өзі бір қиналып жүргенін, жалпы бүйтіп ауырып жүргенін айтып, сондай бір халыққа жариялағысы келмеді ол кісі. Жұмысында да жүрді, былай шет мемлекеттерге барып емделіп келіп жүрді. Бірақ бір телефонмен сөйлескен кезде бір даусынан сондай бір онша ештеңе сезілмейтін, арасында бір қалжыңдарды араласып күліп те қояды. Саясаткер Жармахан Тұяқбай Фариза ақынмен мәжілісте бір шақырылымда қатар депутаттық қызметте атқарған. Айтуынша ақынды ауыл қазақтың қамы көбірек алаңдататын, қала берді жомарттығы әркез шенеуніктерді таңғалдырған екен. Фариза Оңғарсынованың кеші деген кештер өтіп жатады облыстарға барып. Сол жерге барып жанында бір-екі депутат ерді болады. Сол барған екен жаңағы оны ойбай алыстан келіпсіз деп ат мінгізіп машиненің кілтін сыйлап жататын жағдай болады. Сонда бір осы Жезқазғанға барып, сол жерде бір машиненің кілтін беріп жатыр екен. Сол жерде кілтті алыпты да жанындағы депутатқа мен сен берге келдің ғой, саған берейін деп соған кілтін бере салған. Ол да ондай азаматтық. Фариза Оңғарсынова көзі тірі болғанда бүгін 75 жасқа келер еді. Өлді деуге болама ойлаңдаршы, өлмей тұғын соңына сөз қалдырса деп Абай атамыз жырламақшы. Фариза ақынның мол мұрасы оны ешқашан ел есінен шығармақ емес. Гүлжанат Пірімбет, Жанат Абдрахманов, Қазақ Ньюс, Алматыдан.